Бізде мынадай модуль бар теңдеу берілген. Осы теңдеудің шешімін табу керек. Екі модульмен берілген теңдеу. Модульдің анықтамасы бойынша, модульдің мағынасы бойынша, егер модульдің астында тұрған өрнек оң сан болса, біз модульді бірден аша салуымызға болады. Егер модульдің астында тұрған өрнек теріс сан болса, онда біз модульден оны шығарған кезде таңбасын қарама-қарсыға өзгертуіміз керек болады. Бізде бірақ екі модульдің астында да тұрған өрнектің таңбасы бірден былай бітіп айтуға болмайды. Айтуға болатындай емес. Яғни екеуі де x-қа байланысты. Сондықтан бұл теңдеуді шешу үшін біз ең бірінші модульдерден құтылуымыз керек. Ал модульден құтылу үшін біз модульдің астында тұрған өрнектердің таңбаларын оң сан бола ма, теріс сан бола ма, соны білуіміз керек. Енді x айнымалысы минус x-тен плюс x-ке дейінгі аралықта өзгеретін болғандықтан 5 алынған x өрнегінің мәні қандай да бір аралықтарда оң сан, қандай да бір аралықтарда теріс сан болатындығы анық. Тура сол сияқты x минус 3 өрнегі үшін де айтуға болады. Біз осы екі өрнектің әрқайсысының қай аралықтарда оң сан, қай аралықтарда теріс сан болатындығын бірінші анықтап аламыз. 5 минус x өрнегі. 5 минус x өрнегі 5 нүктесінде 0-ге тең болатындығы анық. 5-дің оң жағында бұл өрнектің мәні теріс сан болады. 5-дің сол жағында бұл өрнектің мәні оң сан болады. Яғни 5 минус x минус шексіздіктен 5-ке дейінгі аралықта оң сан, 5 пен плюс шексіздіктің арасында теріс санға тең. Біріншіден. Екіншіден, x минус 3 өрнегінің таңбасын анықтайық. X минус 3 өрнегі екі мүшесі былайша айтқанда 3 нүктесінде 0-ге тең болады. Егер x-ның орнына 3-тен үлкен санды қоятын болсақ, бұл өрнектің мәні оң сан болады. 3-тен кіші санды қоятын болсақ, мысалға 0-ды, бұл өрнектің мәні теріс сан болады. Біз модульдің астында тұрған әрбір өрнектің, екі мүшелердің қай аралықтарда оң сан, қай аралықтарда теріс сан болатындығын анықтадық. Енді бұл теңдеуді шешу үшін біз x-тің осы аралықтардың қайсында жатқандығын ескере отырып, модуль таңбасын алып отырамыз. Модуль жақшасынан, яғни өрнектерді модульден шығарып отырамыз. Ол үшін біз мынау екі аралықты бір сан өсінде көрсетіп көрейік. Белгілеп көрейік. Мынау 3, мынау 5. Минус шексіздік, плюс шексіздік дейді. 5 минус x өрнегі, 5 минус x өрнегі минус шексіздіктен 5-ке дейін оң сан. Яғни минус шексіздіктен 3-тің арасында оң сан, 3 пен 5-тің арасында оң сан, ал 5-тен плюс шексіздікке дейін теріс сан. Яғни 3 аралықты қарастыратын болсақ, минус шексіздік пен 3-тің арасы, 3 пен 5-тің арасы, және 5 пен плюс шексіздіктің арасы дейтін болсақ, 5 минус x осы 3 аралықтағы таңбалары келесідей болады. Тура сол сияқты x минус 3 өрнегі үшін таңбаларын, әр аралықтағы таңбаларын қойып шығайық. Минус шексіздік пен минус 3-тің арасында, минус шексіздік пен минус 3-тің арасында x минус 3-тің таңбасы теріс сан, минус. 3-тің оң жағында плюс. Яғни 3 пен 5-тің арасында, 5 пен плюс шексіздіктің арасында x минус 3-тің таңбасы плюс. Бұдан біз мынандай 3 аралықты көріп тұрмыз. Минус шексіздіктен 3-ке дейін 3 пен 5-тің арасы, 5 пен плюс шексіздіктің арасы деген.
осы үш аралықтың әрқайсысында x жатыр деп есептеп, үш жағдайды бөлек-бөлек қарастыру арқылы біз мынау теңдеудің шешімін анықтап көреміз. Ең бірінші, x тиісті болсын минус шексіздік пен 3-тің арасында. Ондай болса, 5 минус x бізде оң сан, ал x минус 3 бізде теріс сан. Есептің берілгені 5 минус x модулінің ішінде плюс x минус 3 модулінің ішінде тең 2. 5 минус x-тің таңбасы оң сан, яғни 5 минус x-тің өзіне тең болады оның модулі. Ал x минус 3-тің таңбасы минус шексіз пен 3-тің арасында теріс сан. Мынау теріс сан. Бұл теріс санды оң санға айналдыру үшін біз оның алдына минус таңбасын қоюымыз керек. Сол кезде ол мына модульден оң сан болып шығады. Тең 2. Осы теңдеуді шешіп көреміз. X тең 3 болды. 3 мынау аралықта жатқан жоқ. Бірақ негізінде мен ескертіп кетуім керек. 3 пен 5 нүктелерін біз бөлек-бөлек мына жерге теңдеудің өзіне қойып бөлек анықтап алуымыз керек. Біз қазірше 3 мына аралықта жатпайтын болғандықтан бұны әзірше алмаймыз. Бірақ тексеру барысында көретініміз 3 негізінде бұл теңдеудің шешімі болады. Модуль 5 минус 3 қосылған 3 алынған 3 тең 2. Тексерейік. 2-нің модулі қосылған 0-дің модулі 2-ке тең бола ма? Болады. Яғни x тең 3 бұл теңдеудің шешімі болады. Ары екінші жағдай. X тиісті болсын 3 пен 5-тің арасында. 3 пен 5-тің арасында. 3 пен 5-тің арасында 5 минус x өрнегі де, x минус 3 өрнегі де, екеуі де оң сан. Сондықтан мынау теңдеуді шешкен кезде біз модуль таңбасын бірден алып тастасақ болады. 5 минус x плюс x минус 3 тең 2. X пен x қысқарып кетеді. 5-тен 3-ті алсақ 2 қалады. 2 тең 2. Яғни бұдан мынаны нәрсе шығады. Егер x 5 пен 3-тің арасында жататын болса, онда мына өрнектің мәні әрқашанда 2-ге тең болады деген сөз. Яғни x-қа тәуелді емес. X 3 пен 5-тің арасында жатса, бұл өрнектің мәні әрқашанда 2-ге тең болады. Яғни бұдан 3 пен 5-тің арасында кез келген сан мынау теңдеудің шешімі болады деген сөз. Бұл екінші жағдайдағы шешім. Енді үшінші жағдайды қарастырамыз. X тиісті 5 пен плюс шексіздің арасы. 5 пен плюс шексіздің арасында бізде 5 минус x-тің мәні теріс сан болады. X минус 3-тің мәні әрқашанда оң сан болады. 5 плюс шексіздің арасында. Сонда берілген теңдеу бізде 5 минус x плюс x минус 3 тең 2 түрінде болатын. 5 пен плюс шексіздің арасында мынау теріс сан. Модульден құтылған кезде алдынан минус таңбасын қоямыз. Ал 5 пен плюс шексіздің арасында мынау өрнектің мәні оң сан. Сондықтан модуль таңбасын алмай қойсақ болады. Ештеңе өзгермейді. Бірден алсақ болады. Минус 5 плюс x минус 3 тең 2. 2x тең минус 8. Бұлай қарай өткенде 10 болады. X тең 5. Негізінде 5 нүктесі мына аралықта жатқан жоқ, бірақ осы аралықтың шеткі нүктесі. Тура бастапқыда x тең 3-ті біз қойып орнына тексеріп көрдік қой, бұл жерде тура сөйтеміз. Яғни 5 нүктесінде мына өрнектің мәні
мына теңдеу орындала ма орындалмай ма бірінші тексеріп қоямыз. Модуль 5 минус 5 плюс 5 минус 3 2-ге тең болатын болмайтын тексереміз. Яғни теңдік орындалады. Сонымен x тең 5 бұл теңдеудің шешімі болады. Осы үш жағдайды ескере отырып, біз былай деп айта аламыз. X тең 3 теңдеудің шешімі, 3 пен 5-тің арасындағы кез келген сан және 5 нүктесі осы теңдеудің шешімі. Олай болса, есептің жауабы мына аралық болады. Яғни 3 пен 5-тің өзінде аламыз.